Оқушылар, функцияның кесіндідегі ең үлкен және ең кіші мәндері. Бұл тақырып бойынша біз мынадай алгоритм қадамдарын білуіміз керек. Бұл алгоритм қадамы 5 қадамнан тұрады. Осы қадам бойынша мынадай мысал есепті қарастырайық. Fx-тен x куб азайтылған 3x квадрат, яғни берілген функцияның минус 2 және 4 кесіндегі ең үлкен ең кіші мәнін анықтауымыз керек. Бірінші қадам бойынша туындысын аламыз. Fx-тен 3x квадрат азайтылған 6x. Екінші қадам бойынша оны біз нөлге теңестіреміз. Енді жеке осылай жақшаға шығарып, ортақ көбейткіш жақшаның сыртына шығарып, жеке нөлге теңестіреміз. Бірінші мәні нөлге тең, екінші мәні 2-ге тең. Енді үшінші қадам бойынша осы кесте нүктелерді анықтаймыз. Нөл нүктесі бізде минус 2 мен 4 аралығында жатады, және 2 нүктесі бізде минус 2 мен 4 аралығында жатады. Яғни тиісті. Төртінші қадам бойынша f нөлге тең, яғни функция мәніне тексереміз. f тең минус 4, f4 16-ға тең, f минус 2 минус 20-ға тең. Бесінші қадам бойынша біз осы аралығындағы нүктелеріміздің қайсы ең кіші, ең үлкен мәнін анықтаймыз. Олай болса жауабы минус 2 орны минус 20-ға ең кіші мәні болады, f4 16 ең үлкен мәні болады. Есеп аяқталды.